Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 5-ші сынып математикасының ең үлкен ортақ бөлгіш өзара жай сандар тақырыбын өтетін боламыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Берілген натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші деп, сол сандардың әрқайсысы бөлінетін ең үлкен натурал санды айтады. Ең үлкен ортақ бөлгішті табу тәсілдерін қарастырайық. Бірінші тәсіл: берілген натурал сандардың бөлгіштерін іріктеп, осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу. Бірінші мысал: 56 және 98 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар дейді. Бірінші: 56 санының бөлгіштері бізде 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 және 56 сандары. Ал 98-дің бөлгіштері 1, 2, 7, 14, 49 және 98 сандары. Енді осы жерде 56 және 98 сандарының бөлгіштерін іріктегенде, олардың ортақ бөлгіштері 1, 2, 7, 14. Яғни екеуі де 1-ге бөлінеді, екеуі де 2-ге бөлінеді, екеуі де 7-ге және екеуі де 14-ге бөлінеді. Онда 14 саны 56 және 98 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші. Жазылуы: ең үлкен ортақ бөлгіш 56 және 98 сандарының, онда ол 14-ке тең. Екінші тәсіл: берілген натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін сол сандарды жай көбейткіштерге жіктеу арқылы табу. Бізге ең үлкен ортақ бөлгіш 56 және 98 сандарының, ол 14 екені белгілі. Берілген 56 және 98 сандарының көбейткіштерге жіктелуі мен олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 14 санының жай көбейткіштері арасында қандай байланыс бар? Осыны анықтап көрейік. 56 және 98 сандарын және 14 санын жай көбейткіштерге жіктейік. 56 саны жай көбейткішке жіктесек, ол бөлгіштері 2, 2, 2 және 7 болады. Ал 98 санының бөлгіштері 2, 7 және 7 болады. Сонымен біз 14-тің 2 көбейтілген 7-ден тұратынын білеміз. Сонда 2 көбейтілген 7 ол 14-ке тең болатын болса, бізде 56 санында 2 көбейтілген 7 бар. Дәл сондай 98-де де 2 көбейтілген 7 саны бар. Мінекей осында екеуінде де бар сандарды алып, біз 2 көбейтілген 7-ден 14 санын алдық. Демек, осылайша біз ең үлкен ортақ бөлгішті таба алады екенбіз. Ең үлкен ортақ бөлгіш 56 және 98 сандарына, ол 2 көбейтілген 7 тең болады 14. Берілген натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін, бірінші, берілген сандарды жай көбейткіштерге жіктеу керек. Екінші, жіктеулердегі барлық ортақ жай көбейткіштерді теріп жазу керек. Мұнда ортақ жай көбейткіштер олардың жіктелуіндегі ең кіші дәрежесімен жазылады. Ортақ жай көбейткіштердің көбейтіндісін табу керек. Сол көбейтінді берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші болады. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші сол сандардың жіктелуіндегі ортақ жай көбейткіштердің көбейтіндісіне тең. 756 және 1848 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. 756 саны бізде 2-нің квадраты көбейтілген 3-дің кубы көбейтілген 7 деген бөлгіштерден тұрады. Ал 1848 дегеніміз 2-нің квадраты көбейтілген 3 көбейтілген 7, оған көбейтеміз 11 деген сандардың көбейтіндісінен тұрады. Ең үлкен ортақ бөлгіш бізде екеуінде де бар сандардан құрастырылады. Мұндағы екеуінде де бар сандар 2-нің квадраты. 756-да 2-нің квадраты бар, 1848-де де 2-нің квадраты бар. Мінекей 2-нің квадраты. Ал мұнда болса 756-да 3-дің кубы бар. Ал 1848-де 3-дің біреуі ғана бар. Сондықтан 3-дің біреуін ғана аламыз. Ал 756-да 7 бар. Дәл сондай 1848-де де 7 бар. Сондықтан екеуінде де бар болғандықтан 7-ні жазамыз. Сонда осы үшеуін көбейтетін болсақ, бізде 84 деген сан шығады. Демек, біздегі ең үлкен ортақ бөлгіш 756 және 1848 сандарына, ол 84 болады. Аталған ереже бойынша 3 және одан да көп сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табуға болады. Мінекей, бізде екеуінде де бар сандарды алдық. Мінекей, осылайша біз екеуінде де бар сандарды алып, жинап, ең үлкен ортақ бөлгішті таба аламыз. 18, 24 және 30 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. Шешуі: берілген сандарды жай көбейткіштерге жіктейміз.
18 дегенimiz 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3-тен тұрады. 24 дегенimiz 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3-тен тұрады. Ал 30 дегенimiz 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5-тен тұрады. Ал енді ең үлкен ортақ бөлгіш бізде 18, 24 және 30 сандарына ол 2 көбейтілген 3 болады. Себебі 18 санында 2 көбейту 3 бар, 24 санында да 2 көбейту 3 бар, 30 санында да 2 көбейту 3 бар. Сондықтан үшеуінде де бар осы 2 көбейту 3-ті аламыз. 2-ні 3-ке көбейтсек әлбетте 6 болады. Демек 18, 24 және 30 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 6-ға тең. Егер берілген сандардың ең кішісі үлкендерінің бөлгіші болса, онда сол ең кіші сан берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші болып табылады. Төртінші мысал. Ең үлкен ортақ бөлгіш 120, 80 және 20 сандарына табайық. Берілген сандардың 120, 80 және 20 сандарының ең кішісі 20 саны. 20 санына 120 және 80 сандары бөлінеді. Онда ең үлкен ортақ бөлгіш 120, 80 және 20 сандарына ол 20 болып табылады. Өзара жай сандар. Бесінші мысал. 25 пен 12 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табайық. D25 тең болады 1, 5 және 25 сандары. Ал D12 бізде 1, 2, 3, 4, 6 және 12 сандар, яғни бөлгіштері. 25-тің бөлгіштері осылар, ал 12-нің бөлгіштері осылар. Байқап қарасақ, бізде ешқандай бірдей сан жоқ. Екеуінде де бар. Екеуінде де бар сандар ол тек қана 1. Одан басқа сан жоқ. Сондықтан 25 және 12 сандарының бір ғана ортақ бөлгіші бар. Ол 1 саны. Демек, 25 пен 12 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең болғандықтан, бізде 25 және 12 сандары өзара жай сандар деп аталады. 1-ге тең бір ғана ортақ бөлгіші бар натурал сандар өзара жай сандар деп аталады.